Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен осы функциялардан туынды алуды үйренетін боламыз. Бірінші функция бізде y-тен түбір астындағы 9 азайтылған 4x функциясы. Осы функциядан біз туынды алу үшін, яғни y туынды x-ке қатысты туынды алу үшін ең алдымен біз сыртқы функциядан туынды аламыз. Бізде сыртқы функция қандай? Ол бізде түбір. Яғни түбір функциясынан біз туынды алатын боламыз. Ал түбір астындағы функцияның туындысы ол бізде 1 бөлінген 2 түбір астындағы x. Сондықтан да біз осыдан туынды алатын болсақ, ол бізде 1 бөлінген 2 түбір астындағы 9 минус 4x болады. Яғни біз қазір бірінші сыртқы функциядан туынды алдық. Одан кейін сыртқы функцияны алғаннан кейін көбейтілген бізде ішкі функция бар. Яғни түбірдің астындағы функция бізде басқа функция. 9 азайтылған 4x. Ал көбейтілген демек біз 9 минус 4x-тен тағы да туынды аламыз. Сонда бізде жалпы y туынды осындай көлемде болады. Бірақ біз оны әрі қарай есептеп шамдауымыз қажет. Ең бірінші біз мына функцияны көбейтілген туындыны бөлшектің алымына жазаламыз. 9 азайтылған 4x-тен туынды алатын болсақ, бізде 9 жай кәдімгі сан, бос мүше, сондықтан оның туындысы 0-ге тең. Ал минус 4x-тен туынды алатын болсақ, ол бізде минус 4. Демек, біз алымына 1-ден минус 4 деп жазаламыз. Ал бөлшектің бөлімінде жаңағы жазған 2 түбір астындағы 9 минус 4x бар. Осы жерде бізде бөлшектің алымы мен бөлімінде қысқаратын сандар бар. Яғни 4 пен 2-ні қысқартсақ болады. Бізде 1 қалады мына жерде, және мына жерде 2 қалады. Сонда жалпы алғанда бізде бастапқы функцияның туындысы минус бөлшек бөлімінде түбір астындағы 9 минус 4x ал бөлшектің алымында бізде 2 қалды. Демек, бізде 2 бөлінген түбір астындағы 9 минус 4x-ке тең. Енді келесі екінші функциядан туындалатын болсақ, y-тен x бөлу x плюс 1, бұл жерде бөлшектерге қатысты ережені қолданатын боламыз. Яғни, бұл жерде туынды алу үшін алдымен біз бөлшекті сызып алайық. Сосын бірінші бөлшектің алымындағы функциядан туынды аламыз. Яғни, жай ғана бірінші x-тен туынды аламыз да, және оған көбейтеміз бөліміндегі функцияның өзін. Яғни, одан туынды алып қажет емес, жай ғана өзін көбейтіп жазыламыз. x плюс 1. Және осы жерде бөлшек болғандықтан, бөлшек ережесін қолданып жатқандықтан біз азайтылған. Енді келесі екінші функциядан туынды аламыз, яғни бөлшектің бөліміндегі функциядан x плюс 1-ден туынды аламыз. Және оған көбейтеміз алымындағы функцияның өзін, яғни x-ті көбейтеміз. Сосын бөлінген бөлшектің бөліміндегі функцияны жай ғана квадраттай саламыз. Сонда бізде кез келген бөлшекпен берілген функцияны туынды алу үшін осы ережені қолдансақ болады екен. Енді әрі қарай ықшамдайық. X-тің туындысы 1-ге тең. Сонда менде жай ғана 1 көбейтілген x плюс 1, ол x плюс 1-дің өзін береді. Келесі азайтылған, мына жерде x плюс 1-ден туынды алатын болса, x-тің туындысы 1-ге тең, плюс 1-дің туындысы 0-ге тең. Яғни сан болғандықтан, бағана айтқанымыздай, кез келген санның туындысы ол 0-ге тең. Сонда 1 плюс 0, ол 1-ге тең. Сонда 1 көбейтілген x, жай ғана x-тің өзі қалады. Ал бөлшектің бөлімінде бізде x плюс 1-дің квадраты бар. Енді әрі қарай жазатын болсақ, x пен x-ті жойып жерсек болады, өткен таңбалар әртүрлі. Бізде алымында демек 1 қалды, және бөлімінде x плюс 1-дің квадраты қалды. Демек бізде бастапқы берілген функциямыздың туындысы x плюс 1-дің квадратынан 1, яғни бөлшектік функция қалды деген сөз.